Министрі энергетика министрінің алдындамыз қазір. Мынақта барша мұнайшылар. Ешқандай политика айтпаймыз. Біздің талабымыз жұмыс тек қана. Еңбек дауымызды шешіп берсін. Өлсін деп жатыр. Алайда ондай нәтиже болып жатқан жоқ. Керісінше көтеріліп жатқан мекемелерді аяғынан салып. Кешіресіз. Жаңа айттым, мына жерде кісілер жұмысқа қиындап жатыр. Бөгет жасамай жұмыстан болады. Біз именно осы энергетиканың басшысын күтіп отыр, келсін. Неге ол жерде біз есігінің алдында күтіп? Аға, сіздің есіміңіз кім? Азамат мырза, біз 2022-де осы министерствоның алдында, Тамара Дүйсенованың алдында жатқанда 3 күн, ана жерде 3 күн Қазмұнайгаздың алдында жатқан ешқандай басшы есігіне кірмеген, бізбен кездеспеген. Біз сол жерде де шешіммен біз өңірде шешіледі деп бардық. Мынау қайталанып тұр бір жылдан кейін осы жерде. Жігіттер, мына жерде қазір жұмыс орын басталды, сол себепті шамал бір шетке жиналып тұрайық. Мына жерде жұмыс жасайтын азаматтар азамат, сонда біздер азамат емессіз ба? Мына жерде бір конкретно сызба нұсқа бар ма? Сен мына жерде тұрасың, сен мына жерде тұрасың деген нақты. Кешіресіз, біз ешқандай адамға кедергі жасамайды. Жұмысқа келетін адамдар. Жоқ, нұсқамайды. Енді сіздер келіп тұрсыздар. Біз енді сіздерменен ешкіммен ақылдасқан жоқсыз әлі, бірақ біз енді сіздермен ақылдасуымыз керек, сіздердің талаптарыңызды тыңдауымыз керек, және сіздердің сұрақтарыңызға жауап беретін мен жаңағы білікті басшыларды шақыруымыз керек, және соны стол басында талқылауымыз керек мәселені. біз кеше келдік. Өз адам мысалға сөйлеспейсің бе? Осы жаңа